Сәлем достар, бүгін біз сіздермен торт на сковороде, яғни сковородта торт пісіреміз. Ол үшін бізге алдымен 2 жұмыртқа және қант керек. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Миксер болса жақсы, болмаса венчикпен де бола береді. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластыруымыз керек. Қант пен жұмыртқаны араластырып болғаннан кейін сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне жылы сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Енді ыдысымызға ұнды және қопсытқышты саламыз. Ұнды 3-ке бөліп салдым, себебі қатты бірден қою болып қалмау үшін. Сіздерге де солай жасауға кеңес беремін. Тортымыздың қамыры мінекей дайын болып қалды. Енді біз шоколадын дайындаймыз. Шоколадный глазурь дайындаймыз. Мешоктың ішіне шоколадтарды бөліп салдым және қайнаған суға құйып қойдым. Қатты қызбаған сковородкаға астына май жағып аламыз жұқа етіп. Және оған қамырымызды құямыз. 1 ожо, 1,5 ожода құямыз. Ал жаңағы шоколадный глазурімізді осылай арасына сеуіп шығамыз. Сонда өте дәмді, арасы шоколадный болып тұрады. Енді кремін дайындаймыз. Кремге 20% магазиннің қаймағы және сахарная пудра. Осы 2 ғана заттан керемет крем дайындап шығуға болады. Жасап көріңіздер. Осылай әрқайсының арасына жақсылап жағамыз. 1 қасықтан немесе 1,5 қасықтан, қалауларыңызға қарай. Көп болса өте жақсы арасына сіңіп, сочный болады. Шеттеріне де осылай молынан жағамыз. Кремдеріміздің барлығын тегістеп жағып болғаннан кейін 30 минутқа холодильникке сыртын пищевая пленкамен орап, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Мінекей холодильниктен алдық, сыртын шешіп және крем жағып тегістеп шығамыз. Қалауларыңызға қарай сыртын безендіруге болады. Мен осылай шоколадты еттім, себебі ұлдарым, жолдасым жақсы көреді. Өте дәмді шықты, жұмсақ, шаймен,
керемет кетеді және оп-оңай 30 минутта дайындадым. 10 минутта таусылып кетті. Қараңыздаршы қандай керемет. Иісі де, дәмі де өте әдемі болды. Күшті деп көріңіздер. Істеп көріңіздер. Видео ұнаса, қыздар лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және менен қандай басқа да рецептер күтесіздер, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.